Ертең сіз көлік алып келген кезде, сіз сол кезде мына серый дилер дейді ғой, ол да дұрыс негізі. Алып сатарлар көлікті әкелді, мынау залогта тұрған көліктерді қитұрқы жолмен кіргізіп жіберген, көлеңкелі бизнес жасап жүргендер болды. Сосын түрлі олар мына официальный біздегі ресми дилерлер сияқты гарантия берген жоқ. Жаңағы коробкасынан, вариаторынан, роботынан ақау шыққан кезде олар жауапкершілікті алған жоқ. Ол адамдар сол кезде кім жаман? Қытай көліктері жаман, Қытай көліктері сапасыз, Қытай көліктері нашар деген әңгіме шықты. Қытайда ақымақ емес қой. Оған бәрін анализ жасайды, обзор жасайды, пікірлерді қарайды мысалы. Сол кезде олар, бұндай мәселелер қайдан келіп жатыр? Вот мына алыпсатарлар әңгімені жаңағы әртүрлі көліктерді өтіп жүріп халықты алдап жатыр. Сондықтан да ресми дилерлерден мысалы біздің өз Алматы қазір құрап жатыр ғой Қытай көліктері. Солардан алсаңыз, жаңағы ертеңгі күн алда жалда. Сондай мәселе болды. Біздің осы Көкшетауда, Семейде Jetour X70 деген көлік алғаш келген кезде, тіпті салоннан алғаш деп шыққан кезде вариатор теуіп жүрмей қалған кезде болды. Көкшетауда, Семейде көтерілді халық. Автосалонның алдына барып, неше күн айғай шу көтеріп, сол кезде, сол сәтте Қытайдан мамандар келіп, диагностикасын жасап, ақауын тауып, какой-то бір сол кезде бір программа дұрыс болмай қалған, программасын оқып, какой-то шипті қойды. Сол олқылық, сол проблема бірден жойылды. Енді не деген сөз? Бұл Қытай анализ жасады. Қытай бұған дейін, оларда саясат. Біз минусқа кетсек те, біз әлемді жаулауымыз керек көлікпен. Өйткені Германияның Volkswagen зауытын түгелде көшіріп алды. BMW-ны да олар шығарып жатыр. Жапонның да, Кәрістің де қазір Кияларын, сізбен жүрген Елантра қазір бәрін шығарып жатыр. Олар санға жұмыс істеді, әлемді жаулады. Енді не істейді олар? Енді сапалы олар бақылайды. Қазақстанда мысалға жаңағы Jetour X70 осындай проблема болды вариаторында. Оның проблемасы неде? Проблемасын түзетті, енді онда проблема болмайды. Тағы қандай моторында қандай ақауы бар, оны жөндейді, оны қалпына келтіреді. Одан кейін енді олар сапаға жұмыс істей бастайды. Сонымен олар сан жағынан да, сапа жағынан, баға жағынан да екеуін ұстайды ғой, жасасын ұлы Қытай дейсің, енді басқа рас.